Sabahınızda səhvlik deyim. Bugün sınıfta otura qoyular. Bugünkü sınıfta kim kesəkşi? Kesəkşi olub çıxıramız. Sınıfta jol oluşuna xabar veririz. Sınıfta ders verip Жақсы, өте жақсы отырамыз. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сыныпқа бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлау үшін бір-бірімізге комплимент айту бойынша сабағымызды бастаймыз. Көңіл күй сыйлау үшін бір-бірімізге жақсы тілектер, бір-бірлерді мадақтасақ та болады, тілектер айтсақ та болады. Сабағымызды бастайық. Дауыстап айтамыз. бүгінгі сабақта сағат сәттілік. Бүгінгі сабақта ойлағандай атқарушылық. Бүгінгі сабақта өзің ойлағандай жеңіл атқарушылық. Бүгінгі сабақта өзіңді жақсы жағдай Артықлыққа сәттілік тілеймін. Жауап. Бүгінгі сабақта мен саған сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта саған медицина класын. Бүгінгі сабақта саған жаңа нәрселерді үйрену. Бүгінгі сабақта сен жақсыға түсініп. Бүгінгі сабақта жақсы атқарып өтіңіз. Жақсы, көп рахмет сіздерге де бүгінгі сабақты жақсы көңіл күйде өткізуге тілектеспін. Олай болса сыныпта жағымды ахуал орнатып алдық. Енді осы көңіл күймен екі топқа бөлініп алайық. Сіздерге мына жерге киіз үй берілген. Киіз үйдің шаңырағын ашу арқылы сіздер топқа бөлінесіздер. Келіп, киіз үйді алсаңыздар болады. Екі топқа бөлініп аламыз. Балалар екі топқа бөлініп алдық. Енді үй тапсырмасын пысықтау мақсатында лап-қарсы арқылы қазір сұрақтар қойып, үй тапсырмасын пысықтаймыз. Үйге берілген тапсырманы хабарлай өтсеңіздер, үйге қандай тапсырма берілді? Жеңді. Біреуіміз тұрып айтайық. Үй тапсырмасына осылай жеңді пішіп келеді. Үй тапсырмасына арнайы мобайл арқылы жеңді пішіп келуіміз керек еді. Олай болса бәріміз үй тапсырмасын орындап келдік та, соны көрсетейік. Бәріміз жеңді пішіп, қолмен тіліп келді, өте жақсы. Олай болса үй тапсырмасын пысықтау мақсатында лампасы арқылы сіздерге сұрақтар қойылады. Сол сұрақтарға дұрыс жауап берсеңіздер, лампаның беті ашылады, сонда сіздердің жауаптарыңыз дұрыс екенін білесіздер. Олай болса бірінші сұрағымызға көшейік. Ертеде қазақ киімдерін көбінесе неден жасаған? Бірінші, шет елден әкелінген қымбат маталардан, малдың жүнінен, терісінен және киізден, заманауи синтетикалық маталардан, жібектен және мақтадан дейді. Қанша? Малдың жүнінен және терісінен және киізден. Малдың жүнінен, терісінен және киізден. Кәнекей, дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс, иә? Жауап дұрыс бекен? Малдың жүнінен, терісінен және киізден дейді. Өте жақсы. Келесі. Екінші сұрағымыз. Неліктен жеңдерге арналған маталарға көп көңіл бөлінеді? Бірінші, өйткені жеңдерді ою-өрнектермен безендіру керек болады. Өйткені жеңдер тек қымбат маталардан жасау керек болады. Жеңдер киімнің бір бөлігі болғандықтан олардың ыңғайлы болуы маңызды. Және жеңдер киімнің ең көлемі болды дейді. Кім жауабын айтамыз? Айтамыз. Өйткені жеңдер киімнің бір бөлігі болғандықтан олардың ыңғайлы болуы маңызды. Жақсы, өте жақсы. Қазір көрейік жауабын. Өйткені жеңдер киімнің бір бөлігі болғандықтан олардың ыңғайлы болуы маңызды еді. Жақсы, өте жақсы қазір. Ал балалар бүгінгі үй тапсырмасын пысықтадық. Ендігі біз бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбын сіздерге хабарлайын. Ашық сабағымыздың тақырыбы құрал-саймандар мен материалдарды дайындау.
құрал жабдықтар мен материалдарды дайындау тақырыбы тұр ғой, жаңа тақырыбымыз. Сол жерден қыздар бұйымның нобайы сызылған көрсетілген, соны дәптерге түсіреміз, жыландап түсіреміз. Бұйымның нобайы дәптерге түсіреміз, сызылған. Бұл жердегі біздің мақсатымыз тігін машинасын қолдана білу, құрал жабдықтармен қауіпсіз жұмыс істеуді, үнемі қауіпсіздікті сақтай отырып жұмыс жасау. Бұндағы сабағымыздың тақырыбы тәжірибелік жұмыс кезінде қажетті құрал жабдықтарды қолдану, қажетті материалдар мен құрал жабдықтармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерімен танысу. Олай болса, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын біз міндетті түрде қауіпсіздік ережесін еске түсіруіміз керек. Бізде техникалық қауіпсіздік қандай ережелеріміз бар? Кім айтады, Кәмеке? Амина. Ең бірінші қауіпсіздік ереже ол инемен жұмыс. Яғни инемен жұмыс жасағандай алдымен қойға ойнақтың дұрыс. Инені арнайы қобдишада сақтау керек. Және де ине жібін тіспен үзуге болмайды. Инені киімге, көйлекке, жерге қыстырып отыруға болмайды. Өте жақсы. Келесі тағы да Қайшымен жұмыс. Қайшы өткір болу керек және беті жабық тұру керек. Қасында отырған адамға ұқыпты беру керек және арнайы қобдишаға сақталу қажет. Және өткірлер қолтығын алып тігетін кезде қолданатын болғандықтан оған үлкендердің рұқсатымен және көмегімен қолданылған түрі дұрыс. Және оны қараусыз қалдыруға, тоқ көзіне қалдыруға болмайды. Өте жақсы. Бұл бөлімде қыздар тұтас шеңберді дайындауды және оған қажетті құрал саймандар мен материалдарды таңдауды үйренеміз. Және де тігін өнеріндегі бұл маңызды кезеңді меңгеру киімнің сапасын арттыруға мүмкіндік беретіндігін меңгеріп өтеміз. Келесі, бүгінгі жаңа сабағымызды сіздер жасанды интеллекті, жаңа технология жасанды интеллект арқылы сіздерге қысқаша бейнематериал көрсетейін. Сол бейнематериалымызды тамашалаңыздар. Осы бейнетаспаны тыңдайық. Көмішімізге әртүрлі құралдар керек. Мысалы, қайшы, ине, жіп және тігін машинасы. Бұл құралдармен біз маманның кесіп тігіп киім жасаймыз. Әрбір құралдың өзіндік маңызы бар. Қайшы. Олай болса, балалар осы тақырыпты біз қалай меңгергенімізді ары қарай анықтау үшін сіздерге қазір тәсіл әдісі бойынша сіздерге бұрыштама 3 бұрыш таратылады. Соны сіздер құрастыру арқылы сұрақтарға жауап бересіздер. Осы бұрышты құрастыру арқылы қазір сұрақтарға жауап бересіздер. Олай болса, еңбек тобына кезек берейік, сұрақтарға жауап беремін дейді. Жауап береміз. Екінші топты кішкене күтейік. Уақыт шектеулі, қыздар, жылдамдырғаныз кішкене.
заманда адамдар қазақ тілінде сөйлеседі. Киім сөзі нені білдіреді? Киімнің бір бөлігі. Тіге тігу үшін қандай құралдар қолданылады? Қайшы, ине, жіп және тігін машинасы. Тігін тігу не үшін маңызды? Өзіміздің жеке стилімізді көрсету үшін. Тұтас жеңіл киімдерді қай кезде киюге болады? Кез келген кезде киюге болады. Дұрыс, өте жақсы. Дұрыс қой, иә қыздар, иә? Екінші топқа еңбек, көркем еңбек тобына. Тұтас жеңіл дегеніміз не? Тыңдап отырамыз. Жақсы, өте жақсы, отыра отырамыз. Орналастыру арқылы сұрақтарға жауап беруді жақсы меңгеріп үйреніп шығады. Бұл әдістер бізге өте пайдасы көп, жақсы жақтары өте жақсы, иә? Өте қызықты, иә қыздар? Бұл жерде өзінің жұмысты орындау реті бар, оны қыздар білеміз. Жіпті қалай сабақтау керек, астыңғы жіпті қалай толтыру керек, үстіңгі жіп пен астыңғы жіпті қалай тартып алу керек, мынау айналмалы құралды қалай қолдану керек, оның бәрін білеміз. Алғаш жұмысты бастамас бұрын қалай іске қосу керек, бәрін білеміз. Бұл жұмыс бұл тек қолмен тігетін машинамыз. Мынау кейінгі келген бізге тоқпен жұмыс жасайтын машинамыз. Бұның арнайы өзінің табанға қойылатын табаны бар. Педаль деп айтылады. Педальді басып отырып қана тігіледі. Тек қана бұл жерде аяқпен қол ғана жұмыс жасалады. Бұның көп бізге пайдасы, уақытымызды үнемдейміз. Мына жерде қолмен істейсіңдер, барып біресе матаны, біресе мына құлағын ұстап көп уақытын кетіп қалады. Мына жерде тек қана аяқ басып отырады. Сіз тек қана өз жасап отырған жұмыстарыңызбен айналысып отырасыздар. Кесте тігуге арналған машина. Кесте тігетін кезде ғана қолданылады. Инесі бар өзінің арнайы. Жай ғана тігіп отырып, матадан бұл өзі кестелеп шығады. Кез келген нәрсенің бейнесін салып, осыған тіксек, бұл соны кестелеп шығатын кесте тігетін машина. Ал мына босату арқылы алға артқа айналдырасың. Матаны тартуға қарай. Тарта бер матаны. Алға артқа айналдыра бер, жіпті босату үшін. Және оны тіспен қолмен үзбейміз, өзінің үзетін арнайы тетігі бар. Соған үземіз. Қыздар. Тігін машинасынан 10-15 см ара қашықтық ұстаймыз. Және де ең бірінші оны тоқ көзіне тығып, жарығын жағатын боламыз. Кейін осы тетікті көтеріп, ішіндегі жіпті аламыз да артына қарай жібереміз өзінің ретімен. Кейін матаны тігетін кезде оны ең алдымен теріс қаратып тігеді. Теріс қаратып алып, бізге керек жерін қоятын боламыз. Қанша сантиметр қалдырамыз? 1 сантиметр. Ішіне сыртынан қалдыруға 1 сантиметр. Кең болсын десек сыртынан қалдырамыз, тарлау болып тіккіміз келсе іш жағынан қалдырамыз. Кейін қайтадан түсіріп, инесін төмен түсіреміз. Инесін өзіңе қарай айналдыр. Айналдыра бер. Астыңғы жіпті тартып алу үшін айналдыра бер. Енді жай ғана аяқты педальді қосамыз, е? Қолымызды байқаймыз, саусақты байқаймыз. Педальді жай ғана көтереміз. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болды қыздар, е? Жарайсыңдар. Керемет. Қауіпсіздік ережелерінде айтып өткеннен кейін оны есте сақтап, тігін тігуді нақты үйренеміз деп айта аламын. Арнайы тетіктерінен айналдырып, осы жерлерден былай өткізіп, инеге
домалағынан тартып аламыз. Домалағын иненің көзіне кіргіземіз енді. Одан кейін мына жерде тігістердің түрлері бар, иә? Әртүрлі тігістің түрлері көрсетілген. Біреуі зигзаг, біреуі тегіс тігіс. Әртүрлі мынаны айналдыру арқылы тігістің түрлері өзгеріп отырады. Олар қазір тек тегіс тігіспен ғана тігеді. Сол үшін осыған қойып қойдық. Енді сосын мына жерде құрылғы, мынау қандай құрылғы? Матаны артқа Алдыға айналдыратын құрылғы. Иә, артқа айналдыру үшін не істейміз? Осы тесікті басып. Төмен қарай басамыз. Отырардың алдында мынау жіптердің барлығын дұрыстап тексеріп алуымыз керек. Яғни бір жібі үзіліп кетсе, бұл жерден бір қате жұмыс шығады. Бірінші мынаны көтеріп аламыз. Ең алдымен астыңғы шөрнекті толтырып аламыз ғой. Астыңғы шөрнек қай жерде тұратынын көрсетші. Астыңғы жібімізде бізіне астыңғы жібімізді ашып көрсетеміз. Шөрнекті қайда толтырамыз жіпті? Жіпті шығарып алайық. Әшейін шығайды. Астыңғы. Біз бұны шөрнекті толтыру үшін мына жерді басып, былай қарай жасайтын боламыз. Қыздар сақтаймыз. Осыны толтырып, жіпті оны айналдырмас бұрын мына жақты кері қарай тартамыз, иә? Егер ішке кіріп тұрса, біздің шөрнегіміз толмайды. Айналмайды. Жай ғана педальді басамыз сосын. Педальді басып отырып, осы шөрнекті толтыратын Шөрнек боламыз. толтырып. Осы домалақтың ішіне салып, мына жерге Амина, тігуді көрсетесің сен, шөрнекті көрсете берсін. осыны былай айналдырып отырып, мына жерге салып. Шөрнектің орныққанын не арқылы байқаймыз? Шөрнек өз орнына қандай дыбыс шығарады? Тық еткен Тық еткен дыбыс шыққанда ғана шөрнек орнықты деп деген белгі. Жабамыз қақпағын. Сыртқы қақпағын кеңіздіреміз.